Қайырлы күн, Дәмді Асхана каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арнап капуста тұздайтын боламыз. Алдыменен капустамыздың осындай сыртындағы таза қабықтарын 1-2 бөліктерін осылай алып аламыз. Және капустамыздың ортасынан бөліп, жақсылап майдалап турап шығамыз. Мен осылай турадым. Көріп тұрғандарыңыздай, оны үлкен бір ыдысымызға салып аламыз. Ендігі кезекте жақсылап жуып тазаланған сәбізімізді осындай үккіштің майда жағынан өткізіп аламыз. Енді өткізген сәбіздерімізді осы жаңағы тураған капустамыздың ішіне жаймен бөліп араластырып салып, жақсылап сәбізбен капустамызды араластырамыз. Сәбізіміздің көп болғаны қажет емес, азырақ қоссаңыздар болады. Және оның үстіне тұзымызды салып, жақсылап капуста мен сәбізімізді біркелкі араластырып, мыжғылап аламыз. Капуста мен сәбізімізді жақсылап араластырып алғаннан кейін алдын ала дайындап қойған осындай эмал ыдысымыздың астыңғы бөлігіне бағанағы капустамыздың сыртқы таза қабығын осылай астына осылай төсеп жібереміз. Енді жаңағы араластырған капусталарымызды осылай біртіндеп нығыздап саламыз. Және салып жатқан кезде міндетті түрде лавр жапырағы, қара бұрышты салып жіберсеңіздер болады. Осылай кезекпен салып, бетіне капустамызды салып, қолымызбен жақсылап нығыздаймыз. Осылай нығыздап барлық капустамызды салып болғаннан кейін, арнайы оның үстіне тарелкамызды қойып, үстіне осылай ауыр затпен бастырып қоямыз. Және оны бөлме температурасында 6-7 күнге сақтап қоямыз. Меніңкі осылай 6-7 күн сақталды, осылай дайын болып қалды. Капустамызды алып, енді арнайы жуып тазаланған банкімізге салып, тоңазғышта сақтап, керек кезде алып, тамақпен қосып жей-берсеңіздер болады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, құрамы да өте пайдалы, кез келген тағаммен жесеңіздер өте дәмді болады. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз.